Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен алманың пайдасы жөнінде айтатын боламын. Деніміз сау болу үшін әрбір адам өзі үшін пайдасыз заттарды білуі керек. Бұл өмір заңдылығы. Қазіргі кезде пайдалы тағамдарға қарағанда пайдасыз тағамдар көбейіп кетті. Тіпті кей кезде еш нәрсе жегің келмей кетеді. Себебі теледидардан, телефоннан күнделікті Қытайдың жасап жатырған пайдасыз тағам жасауын көргендіктен біз көп зиянды нәрселерді көп көреді екенбіз. Сол себепті бүгін мен сіздерге алманың біздің ағзамызға тигізер пайдаларын түсіндірмекпін. Алма сұлулық пен денсаулықтың символы. Бірінші, бұл денсаулығымызға қандай пайдасы тиеді екен? Бірінші, өмірімізді ұзартады. Екінші, есте сақтау қабілетін жақсартады. Үшінші, инфаркт, инсульт қаупін азайтады. Төртінші, ісік ауруларының алдын алады. Бесінші, тіс эмалын және сүйектерді қатайтады. Құрамында А, С, В1, В2, Е дәрумендері бар. Сондай-ақ алмада марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, мырыш бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды, ойлау қабілеті жақсы дамытады. Ал ең бастысы алма темірге өте бай. Темір қан айналымы жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне біз бір алма жеу қажет екен. Саулығыңызды өзіңіз қолға алыңыз. Менің ақпаратым сіздерге жараса, егерде ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Себебі алдағы уақытта менде көптеген ақпараттар шығатын болады. Соны бірінші болып көру үшін қоңырауша батырмасын баса кетіңіз.